Кока-коланың құрамы анықталды. Сіздермен бірге Кока-коланың құрамында не бар деген сұраққа жауап іздеген едік. Көптен күткен жаңалық: Кока-коланың құрамы анықталды. Әдеттегі кола құрамында 11 шай қасық қант болады, ал диеталық нұсқада оның орнына қант алмастырушы зат қолданылады. Жасанды тәттілендіру күнделікті қолданатын қантқа қарағанда 100 есе тәттірек келеді. Оның құтыдағы мөлшері мен тығыздығы аса көп болмағандықтан суға салған кезде қалқып су бетіне шығады. Сондай-ақ жағымсыз тосынсыйымыз да бар. Біз енді 1886 жылдан бері келе жатқан Кока-коланың құпия ингредиентін білеміз. Күн сайын ішіп рахаттанып жүрген сүйікті сусынымыздың құрамына коки жапырақтарын емес, құрт қосады екен. Нақтырақ айтар болсақ, түрік қорының Кока-колаға қарсы іс қозғауының нәтижесінде танымал бренд өкілдері сусынның құрамын жариялауға мәжбүр болған еді. Неге сусын құрамы сонша уақыт құпия ұсталды дейтін болсақ, атақты сусынның құрамын білгеніңізде сіз оны ішпейтін едіңіз.